хиджабтағы арулар қыз келіншектерге ақша төленеді дейді. Иә, бізге ақша берді, билет алуымызға қаржы төленді. Динара Сатжанның посты қазір қызу талқыланып жатыр ғой. Басқа сіз енді дін жолын қозғамай қойыңызшы. Яғни Динара Сатжанның пікірімен келіспейсіңдер? Жоқ, ол кісінің пікірмен келіспейміз. Иншалла, субханалла, астағфиралла. Діни тұрғыдағы ұстанымдарың бірдей ме бәрінің? Жоқ, мүлдем әртүрлі. Дүние танымдарымыз, көзқарастарымыз ол әртүрлі болады. Бес саусақ бірдей емес қой? Сен бұрынғы күнің күште, жап-жас болып, әдемі шашыңды жайып жүргенің не болды? Әлі ерте емес пе? Оранып, тұмшаланып алып. Ұсыныс түссе, тоқалдыққа екінші әйел, үшінші әйел, төртінші әйел қалай қарайсың? Бір-біріміздің көңілінен шығатын кәдімгі жарасып жатса, әрине шығамын тұрмысқа. Мысалы, кейбір орамалдағы қыздар клубта кальян шегіп отырады. Сен орамалдасың ба, орамалды емессің, оған қарамайды. Жоқ, қазір ресми түрде тұрмыста емеспін. Ажырасып кеттің, е? Жас болған соң жүру керек еді. Армысыз көрермен, бүгін біз қозғайтын тақырып орамалдағы хиджабтағы қыздар туралы, әсіресе соңғы күндері, соңғы аптада қызу талқыланып жатыр. Динара Сатжанның дәл мына жазбасы себеп болған еді. Өз басым дәстүрлі қазақы исламды қолдаймын. Жұма күні шелпек, Құран бейіттің басында, қырқынан шығару және тұсаукесер. Біздің өз мәдениетіміз бен дәстүріміз бар. Кейінгі ұрпаққа жеткізетін тарихымыз бар. Санаулы 10 жылдықтар, тіпті жылдардан кейін қазақ қыздары қара хиджаб киіп жүрсе ше. Қалайтынымыз сол ма? Сондықтан бұл мәселені көтергім келіп отыр. Себебі блогерлерге хиджаб кию үшін қомақты ақша ұсынылғанын естідім. Бұл мені қорқытады. Динара Сатжанның дәл осы жазбасы қоғамда қызу талқыланып жатыр. Бұл тізімде жаңағы блогерлер бар, бьюти блогерлер бар, әншілер, актрисалар бар. Соңғы күндері, мысалы соңғы кездері бастапқыда мына жартылай жалаңаш образымен халыққа танылып, кейін хиджабқа оранып, орамал таққан танымалдар өте көп. Олардың миллиондаған аудиториясы да көп. Мәселен, сол танымал блогерлердің осы уақытқа дейінгі суреттерін көресіз, одан кейінгі суреттерін көрсек болады. Мысалы, Камшат Жолдыбаеваның сіңілісі Алтынай Жолдыбаеваның хиджабқа дейінгі образы мынадай, хиджабтан кейінгі образы мынадай. Кешью тобының экс-әншісі Айдана Меденованың осы уақытқа дейінгі бет бейнесі мынадай, дәл қазіргі образы мынадай. Неге біздің отандық шоу-бизнестегі жұлдыздар, блогерлер орамалға тұмшаланып, хиджаб киіп бүркеніп кетті? Біз себебін сұрап көрдік. Бүгінгі кейіпкеріміз Ақмарал Елшін есімді блогер. Жақынырақ сұхбаттасамыз. Ақмарал, қош келдің? Қош келдік. Енді құрметті көрермен, бірден айта кетейік. Ақмарал бұрын журналист болған, біз бірге жұмыс істегенбіз, замандаспыз, сондықтан емін-еркін ашық, сіз деп сызылмай, ашық форматта сұхбаттасамыз. Жақсы ғой. Енді Ақмарал айтып отырмын, бұрын бірге журналистикада жұмыс істегенбіз деп, соңғы рет сені көрген кезде қас кірпігі қиылған, бұрымы бар. Бұрымыңды көріп, сондай бір журналист қыз еді. Қазір мынау хиджабқа, жалпы орамалға келгеніңе қанша уақыт болды? Орамалға келгеніме өткен жылы келдім. Қатты көп уақыт болған жоқ, бір жарты жылдан асты. Ақмарал, Динара Сатжанның посты қазір қызу талқыланып жатыр ғой. Орамалдағы хиджабтағы қыз келіншектерге көптеген қомақты қаржы ұсынылады деген пікір қазір қоғамда дүр сілкіндірді. Бұған қатысты өзіңнің ойың қаншалықты рас? Әрине ешқандай қаржы берілмейді. Енді біз өзіміз ортамызды өзімді айтып жатырмын да. Негізі енді ол кісіге халықтың солай дүр сілкіндірген себебін ол кісі дұрыс айтып жатыр ма, теріс айтып жатыр ма, оған көңіл бөліп тұрған жоқ көбі. Неге? Именно сол кісі айтып жатыр. Бір енді ол кісі орамалды емес, білесіздер, қазақшада көп сөйлей бермейді, орыс тілді журналист, сол мен танылған кісі ғой. Соған айтады да, енді басқа сіз енді дін жолын қозғамай қойыңызшы деген сияқты, халық білмеймін сол үшін дүр сілкініп жатқан сияқты. Яғни басқа Динара Сатжан дінді қозғамай қойсын дейсіңдер ғой? Енді ол кісі енді андай қазақи әйел сияқты, қазақи әйелдің образында емес, орамалда емес, діннен кішкене хабарлар көп жоқ мысалы, сол үшін адамдар айтып жатыр да, енді сіз емес, басқа біреулер айтса мүмкін орамалдағы қыздар айтып жатса, сол ортада жүргеннен может айтып жатқан шығар. Ал сіз одан не алыс емес, не жақын емес, дұрыс білмегендіктен неге ондай ақпарат таратып жатыр деп халықтар таң қалып жатыр да. Яғни Динара Сатжанның пікірімен келіспейсіңдер?
Жоқ, ол кісінің пікірімен келіспейміз. Енді жаңа айттым ғой, хиджабтағы арулар қыз келіншектерге ақша төленеді дейді. Осы уақытқа дейін бір естідің бе өзің негізі? Динара Сәтжанға дейін негізі бұл мүмкін өзіңе ұсынбаса да басқаларға бәлкім болған шығар ұсыныстар? Жоқ, расымды айтсам, ондай бірде-бір адамнан естімеппін, көрмеппін де, және ешқандай ортамда ондай емес. Ал екінші жағынан қарасақ, яғни өздеріңіз енді бізде осы журналист саласында жүрміз, зерттейміз, көп білеміз. Расымен де қара жамылғандар деп айтып тұр негізі. Енді қара жамылғандар біздің сөздің ашығы керек. Ауғанстанға да, Сирияға аттанып жатқан қаншама біздің қандастарымыз бар. Оларды енді өздерде Қазақстанда Жусан программасы бар, білесіздер. Сондай адасқан қаншама қандастарымызды, азаматтарды әкеліп жатады отанға. Және ол кісілер сұхбат алғанда өздері айтады, бізге ақша берді, билет алуымызға қаржы төленді деп айтады. Ол кісі соны, наверное, меңдеген шығар деп ойлаймын. Осы хиджаб киген, орамал таққандардың барлығының дүние танымы, ойы, пікірі бірдей деп айта аласың ба? Әлде Жоқ, мүлдем әртүрлі. Дүние танымдарымыз, көзқарастарымыз ол әртүрлі болады. Оның алған тәлім тәрбиесіне, өскен ортасына байланысты, Сондықтан бірақ та енді көбі дұрыс нәрсе айтылады. Енді анық ақиқат ол бір ғой. Қалай жағынан талқыласан да. Сондықтан сондай алып бара жатқан осылай келіспей қалатын заттар, дүниелер жоқ. Бірақ та көбінде енді әрине әртүрлі болады. Діни тұрғыдағы ұстанымдарың бірдей ме бәрінің? Аллаға шүкір, діни тұрғыда ұстанымдарымыз бәрімізде бірдей. Сол бір ғана Құран кітап, Алланың айтқан харамы, халалі бар деген сияқты болды. Соны ғана ашық айтылды ғой. Тек ұстану, ұстанба ол сенің өз қолыңда. Енді мен білетін ақмаралды екіге бөлуге болады. Орамалға дейінгі хиджабтағы ақмарал, Бес саусақ бірдей емес қой. Хейтерлер де бар шығар, жағымсыз пікір жазатын орамалға келгелі. Әрине, ондайлар да бар. Хейтерлер де кездеседі. Сен бұрынғы күнің күште, жап-жас болып, әдемі шашыңды жайып жүргенің не болды? Әлі ерте емес пе? Оранып, тұмшаланып алып, одан да кесен болушы еді ғой, өмірің әлі алда ғой деген сияқты жазады. Оны үлкен кісілер жазады. Мен қараймын специально парақшасына кіріп қараймын да, қандай адамдар маған сондай жазады екен деп қарасам, үлкен апаларымыз, аналарымыз сол сияқты кісілер жазып жатады. Енді ол кісілер өздері етпеген ойлайынша жас болған соң жүру керек еді, кішкене жасы үлкейгенде кию керек па деген сияқты ой пікірді ұстанатын адамдар сияқты. Әлеуметтік желіде жарнама жасайсыңдар ғой? Жасаймыз. Енді мынау хиджабтағы образбен мүмкін халық көбірек сенетін шығар, жасаған жарнамаға, тауарға. Ондай мақсат жоқ қой? Жоқ, керісінше айтсам, орамалға дейін жарнамалары көп болады негізі. Қазір ондай қатты көп емес, бірақ та соған қарағанда ешкім ол сен орамалдасың ба, орамалды емессің, оған қарамайды. Адамның өзіне қандай адам сонысына қарайды. Бізде шүкір ғой, Қазақстанда ондай жоқ қой, сен болды орамалдасың, немесе орамалды емессің деп бөліп жармайды. Адам қандай, бәріміз сондай араласа береміз. Енді ақмарал, енді қоғамда әртүрлі пікір бар, кейде бір мамандар да арнайы пікір білдіріп жатады. Орамалға, дінге бет бұруын өміріндегі, жеке өміріндегі сәтсіздікпен байланыстыратын дегендерде пікір бар. Қателеспесем, өзің тұрмысқа шықтың. Қазір тұрмыстасың ба? Жоқ, қазір ресми түрде тұрмыста емеспін. Ажырасып кеттің, Ал енді осы тұрмыста ажырасқаннан кейінгі ақмаралдың орамалға келуі бір сәйкестік ба, әлде бір енді өмірдегі жеке өміріңе қатысты сәтсіздіктен осындай шешім қабылдадың ба? Жоқ, кешеде бір бағдарлама болған, сонда дәл осылай сұрап жатыр да. Жоқ, мен айтып отырмын ғой, мен тұрмысқа, мен өзімде осындай болатын, секілді үйде тұрғанда айтатын, бәрі біледі ғой. Алла қаласа, маған енді үйде айтылады ғой, сестренкам намазда, енді сендер қашан келесіңдер деп арасында әңгіме айтылып қалады. Мен тұрмысқа шығамын, все, күйеуіммен бірге оқимыз деп сондай менде мақсат болады. Мен оған дейін, мен оның алдын басып бірінші оқып кеткім келмейді. Ер адам ма, ер адам бастасын. Сонымен бірге еткім келеді деген өзімде сондай көз алдымда елестеткем. Сөйтіп болды, тұрмысқа шыққаннан кейін ойладым, Алла қаласа дәрі салып үйренеміз деп айтып жүрдім ол кісіге де. Сөйтіп жүріп сол соңында екі жаққа кеттік. Мен ол мақсатым, ойым бұрыннан болатын, өзім бір шаг жасамаған, жасағым келіп жүрді да, момент келіп қалды. Меккеге бәріміз бардық отбасымызбен. Конечно, сен оған и так да дайындалып жүрген адамсың. Қалай бұндай саған Аллах тағала үлкен нығмет беріп тұр. Деп қуана келдік, солай сәйкестік болып қалды да.
сол моментпен сол осы сәт екеуі. Яғни ажырасқан кезіңмен намазға келуің бір уақытқа сәйкес болып қалды. Өйткені біз бәріміз отбасымызбен бірге Меккеге барамыз, орамалға келеміз. И сол сәтте де сондай процесс болып жатты да. И сол сәйкестік. Тағы бір қоғамда пікір бар, орамалдағылар тоқалдыққа, яғни екінші әйел, үшінші әйел, төртінші әйел болуға тұрмысқа шығу үшін келіп жатады дейді, болмаса тұрмысқа шығып жатады. Ондай практикада бар ғой. Өзің қалай ойлайсың? Мысалы, ұсыныс түссе тоқалдыққа екінші әйел, үшінші әйел, төртінші әйел қалай қарайсың? Ондай тақырыпты біз әңгімелеспейді екенбіз, қозғамаппыз да. Қозғап көрейік. Білмеймін, даже ол жағын ештеңе айта алмаймын. Ешкім өзінің қызын, сестренкасын ешкім тоқалдыққа бергісі келмейді ғой. Сондықтан бұл туралы мен дайын емеспін, айта алмаймын да, бұл туралы мен өзім хабардар емеспін де, ештеме айта алатындай енді. Аллахтың үкімі дейді әрине, бірақ та бір әйелмен шектелгендер дұрыс деп те айтқан мысалы да. Сондықтан оны ағаларымызға, көкелерімізге де сұрау керек шығар, алатын адамдар. Ал так мен өзім ол жағынан ештеме хабарым жоқ, айта алмаймын. Әлі дайын емессің бе сонда? Жоқ, әрине, кім дайын болады? Біреу дайынмын деп айтты ма не? Жоқ, бар ма дайын болатын? Жоқ, ондай практикада бар ғой, тұрмысқа үшінші әйел болып, екінші әйел болып тұрмысқа шығып жатқан тоқалдыққа дейін. Енді қандай Аллах енді әркімнің өмірі, тағдыры негізі өз қолында ғой, Аллах жазып қояды дейді, бірақ та таңдау өз еркінде, адамның өз еркінде. Қандай таңдау жасайтынын Аллах біледі да. Сондықтан мен адамдардың өзіне байланысты қандай жолды таңдайды, үшінші әйелдік бола ма, былай бола ма, оны басқалар үшін айта алмаймын, бірақ мен өзім ондайды құптамаймын. Қарсысың? Иә. Ұсыныс түскен жағдайда сүйіп тұрсың ол жігітті, ғашықсың? Жоқ, ондай адамға сен сүймейсің ғой, отбасы бар адам, ол адам не деп сүйесің? Отбасың ағай, жақсы сау болыңыз, сіздің жолыңыз былай, менікі былай деп кетесің. Отбасы бар адамға даже жақындамау керек. Сен не жұмысың ба, біреудің отбасын бұзғың келе ме? Ол да сен сияқты қыз, әйел баласы да, оның діни тұрғыда тоқалдық қалса үшін. Шариғатта 4 әйел алуға дейін рұқсат берілген. Кеңесін беруге, аға өз әйеліңізбен шектеліңіз, қайтесіз деп, ертең балаларыңыз бар, тем более сіз әйеліңіз құптамайды. Зачем сіз оны біреуді жылатып, ертең бақыт болып кетесіз ба деп айту керек. Ондай кісілер ұрысып тастау керек просто. Толықтай қарсы екенсің, иә? Енді Ақмарал, хиджабқа дейінгі Ақмаралда енді сезімін білдіретін жігіттер болды, тұрмысқа да шықтың, иә? Ал енді қазір хиджабтағы Ақмаралға сезімін білдіріп, ғашық болатын жігіттер бар ма? Иә, бар. Кім айтты жоқ деп ма? Болады ғой, қыз болған соң бәріне орамал оған ешқандай причина емес негізі. Болады әрине. Аузы күйген үрлеп ішеді дейді ғой, жаңа хиджабтасың, қазір орамалдасың, жігіттерге қоятын талаптарың қандай енді? Мүмкін пікірің, ойың өзгерген шығар. Иә, әрине өзгерді. Расменде ол әрбір нәрсені Аллах бізге сабақ алу үшін береді да. Сабақ алсаң жөні бөлек, сабақ алмасаң тағы да бөлек деген сияқты. Сондықтан қоятын талаптарым әрине бар. Ең бастысы адамның имандылығы екен. Имандылығы, сосын жауапкершілігі. Егер жауапкершілікті ала алмаса, аманат дегенді түсінбесе, жалпы адамның адамгершілігі, имандылығы болмаса өте қиын. Сондықтан біз ондайға өте қатты мән беру керек екенбіз. Соны өзім өтейдім. Яғни жолдасынан ондай жәрдемді көрмедің, е? Енді жәрдем дегенде ол кісі туралы айтпай қояйын ештеме деп. Жалпы мен түсінгенім, ол енді үлкен құндылық қой. Ол имандылық пен жауапкершілік деген өте сондай керек нәрсе, әрбір адамның бойынан негіз табылу керек. Соған біз мән беру керек екенбіз, және адам өзінің жасына сай әрекеттермен айналысып орда бұзу керек екен да. Соған ертең бола салады, бүйте саламыз, сөйте саламыз нәрсеге көп сенбеу керек. Біз өзіміз ғой, қыздар деген ойбай, ертең мен қатырам, сөйтіп кетеміз, бүйтіп кетеміз деп сказкаға сенбеу керек екен. Сол үшін адам, ер адам болу керек. Біз не әбден өзіміз үйде қыз болғаннан кейін ер адамның жұмыс істеп әбден үйреніп алғанбыз да, бүкіл нәрсені өзіміз алып бүйтпеу керек екен. Иә, сен қызсың ба, өз орнын біл, ер адам істесін, үйдің иесі, бәрін ететін жауапкершілікті алатын сол кісі мойнына алып, сол кісі ету керек екен. Ал сен қыз болып оны қашан тарта берген сайын сен сынасың. Саған қиын, ол саған жүктеген міндет, ауырлық саған емес ол, иә? Ал сен оныкін алып алсаң, өзіңдікі бар, андай қанша істерің бар. Сен бәрін алып көтерім деп болған етпеу керек екен. Яғни ой түйдің, қазір пікірің өзгерді. Ең бастысы имандылық болу керек сенің болашақ жарыңда. Екінші рет тұрмысқа шығуға қазір дайынсың, е сонда? Иә, Алла қаласа, әбден біліп,
асықпай ол бір-бірін біліп алу керек екен, асықпау керек екен. Сосын әрине егер сондай бәрі көңілінен шығатын, егер ол кісі бір-біріміздің көңілінен шығатын кәдімгі жарасып жатсақ, әрине шығамын тұрмысқа. Одан кейін әлеуметтік желі танымалдар арасында хиджабты киет, шешет, сондай бір үрдіс қалыптасты. Бұған қандай пікір айтасың? Енді бұл тақырып, көріп жүрмін, өте қиын, өте ауыр нәрсе әрине, айтуға да енді ол адамға да оңай емес шығар. Бір себептермен келген шығар, бір себептермен шешкен шығар. Енді біреуге айту қиын, бізге әрине сын айту бізге оңай ғой, сырттан. Именно ол адамның ішінде не болып жатқанын, қандай жағдаймен кеп шешкенін біз білмейміз. Сондықтан әрине орамалмен шама келгенше енді ондай жасауға болмайтын нәрсе деп бір нақты орамал керде осындай қабылдау керек қой. Болды, парыз етті, бұл ақырғы күніме дейін деп шешім қабылдаса, ондай нәрсеге бармайды деп ойлаймын. Әрине енді білмейміз ғой, алда не күтіп тұрғанын. Өте әр адамның өмірі, тағдыры әртүрлі. Сондықтан мысалы кейбір орамалдағы қыздар клубта кальян шегіп отырады. Да, сондай да бар ма не? Видеолар бар ғой. Бұл толығымен дұрыс емес. Енді ол кісілер ойлайтын шығар, может, киімді как бы образ ретінде ойлауы мүмкін. Мен главное жабық жүрмін, әурет жерімді жаптым, болды. Бұл типа енді мақруқ қой, харам етілмеді ғой деп шегіп жүру мүмкін. Может, жас қыздар шығар әлі толық оны сезінбей жатқан. Мүмкін оны күйеуі немесе ата-анасы киесін деп күштеп кигіздіріп қойған шығар, өзінің несінен бөлек. Иә, мүмкін сондықтан шығар. Қазір термин деп айтамыз ғой, мысалы хиджабты, орамалды хиджаб деп айтады деп жатсың. Қазір кейде бір тым арабшыл болып кеттік. Мысалы, мынандай ұсыныстар, мысалы, машаллах дегенде Құдайға шүкір, иншаллах дегенде Құдай қаласа деген сияқты алмастырсақ қалай? Я, мен өзіме солай айтам, бағанадан байқаған шығарсыздар, Аллаға шүкір, Алла қаласа деп, ол сөздер біздің күнделікті айтатын сөзіміз. Енді оны айтатын адамдардың тағы да ортасы сондай болуы мүмкін. Ал менің ортам ондай емес, және біз өзіміз үйде де солай өстік. Маған да кейде өзіме непривычно, иншалла, или субханалла, астағфиралла деп айтып жүру өзіме де айтамын, ой, Алла сақтасын деп қазақшасымен айтыламын да, немесе там Алла берекетін берсін дейміз. Сондай қазақша бәрін мен керісінше қазақша айтамын. Бәрін өзім солай үйренген, мен солай маған жақынырақ. Енді ал мына мысалы хиджабтағы образбен, хиджабқа дейінгі образ бар ғой, емін еркін дәстүрлі. Баға жағынан қайсысы қымбат? Әрине осы образ баға жағынан кәдімгідей қымбат. Қанша мысалы образын айтайықшы? Тоқталайық. Енді бағаларын айтып шығу керек па? Бағалар, мысалы, басыңдағы орамал, қалай аталады? Басындағы бұл орамал енді соңғы сәнді мода орамал екен. Бұны маған сыйлыққа келді. Но пиджак енді обычный бәріміз киетін. Пиджак бір 70 мың ба сондай тұрады. Юбка бір 20 мың. Аяқтағы 70 мың. Кофточка 10 мың сондай блузкалар. Сонда жалпылама қанша шықты? 200-300 мың ба? Білмеймін, енді бұл енді обычно киетін, адамдарда киетін образ ғой, былай қарасаң, иә. Ал сенің көйлектерің, басқа да орамалдар бар, олар иә қымбатырақ тұрады. Енді арзан көйлегің бір 30-40 мың болуы мүмкін. Ал ең қымбат хиджабтағы образ қанша? Ең қымбат 120 мың. Енді бұл сұхбатымыздың негізгі ақпарат көзі жаңағы хиджабтағы қыз-келіншектердің ақша алуы ғой. Енді жаңағы айтып отырмын ғой, сіздерде үлкен аудиториясы бар блогерлерсіңдер. Динара Сәтжанның сөзінен кейін бәлкім жас қыздардың ой пікір өзгеруі мүмкін, осы хиджабқа келсек бізге ақша беретіні шығар деп. Не айтасың? Енді адам, кез келген адам түсіну керек, жайдан-жай адам саған ақша бермейді. Қазір ойлашы, бір магазинге бір 10 теңге жетпей қалса, нан алып тұрсаң бере алмаймыз дейді мысалы. Ал саған осындай сума ұсынып жатса, оны түсіну керек та, не үшін беріп жатыр? Мен оны не істеймін? Ертең бұл ақшаны ешкімнен сұрамай ма? Ертең ответка бірдеме істеу керексің ғой. Сол үшін даже осындай случай емес, басқа жағдайларда да біреу просто тағысын ақша беріп жатса, алудың қажеті жоқ. Дайын ақша, жайдан-жай келетін ақша, ол жайдан-жай саған бермейді. Сондықтан ондай ақшаға қызығып, орамалға келу деген мүлдем ойдан алып тастау керек. Ол өте дұрыс емес нәрсе. Және орамалға ол үшін келмеу керек адам. Адам, жаңа айтқандай, өзі жан түйсігімен дайын болған сәтте ғана шын махаббатымен, ықыласымен ғана келу керек.
Алданбайық, арбанбайық, тек қана түзу жолмен жүрейік дейсіз. Тек қана алданбай, өзіміздің дінімізді ұстанып дұрыс жолмен жүру керек. Жақсы, онда Ақмарал. Сұхбат бергеніңе, уақыт бөлгеніңе рахмет. Рахмет сіздерге де.